Балалар, Бұл біздің қарапайым көп балалы отбасымыз. Анам Жанат, анамның тамағы ұнамай қалса, сырттан заказ береміз. Мам, ау, айтшы мынаған үлкен шарды мен өлеймін деп айтқаның ғой. Сен бәрі бәл алмайсың аузың. Аян еме әдемі үйдің еркелері. Екеу күнде қырылмаса жүре алмайды. Аян әдемі қарандар. Қалай шықтың қабірмен? Жолғатырма. Қассан шалып қалсам, сыныпта қалады. Тұра білмен. Ал бұл Нұрмахамбет деген ағамыз бен Омар деген ініміз. Ал менің есім Амина. Және өздеріңіз көріп отырғандай, жаугершілік соғысты біз күнде көреміз. Сико не болды? 40 жастан 41-ге толғанда кетті ғой, Қанат ағам. Папа! Синоға папаға не болды? Бабай, қош бол! Ей, сен де бір ойнамайтын кезде. Адам деген осылай ойнай ма екен? Қоншы. Отағасының туған күніне дайындалып жатқан кезде. Ай, бауырым, ай. Қалайсыз Қанат аға, туған күніңізбен? Рахмет. Бізді қонаққа шақырып, өздеріңізбен шайықтық қуансыздар ма? Не болды сендерге көрші? Ештеңе болады, жай. Үлкенде өзі бөлек төлесіз келеді. Кеттік. Балалар барыңдар жоғарыға. Орталғастар ма? Рахмет. Адам деген осылай ойнай ма? Қошы, не болды соншама? Қайының ойынын көтере алмайды. Жақсы көретін қайының бес пе, бір ойнағанда Иә? бір... Қайныныңның бір ойынын көтере алмадың ба? Қанат енді мынау деген тым шектен шығып кетті ғой. Мені бір енем сияқты. Сенің басында берген сөзің қайда? Сенің бауырларың бәрін өзіңдей көрем деген. Қойшы Қанат, үйге келсін қонақ болып, шайын берейін, тамағын берейін. Мынау енді бір үй жоқ адам сияқты үйге келіп отырып алады ылғида. Бойдақ қой ол, бойдақ. Менен басқа кімі бар қалада? Мен қазір қуып жіберсем ауылдағыларға қара бет болам ғой, сен түсінемісің соны? Мен неге түсінуім керек оны? Сен әйелдер сендер түсінбедің мен, өмірі түсінбейді шығармын. Адамның жаман жерін көріп аласыңдар да, сол жерден сын тағай бересіңдер. Неге? Мынау ма балаларға қарайтын? Сен берсең бар балаларыңнан сұра. Иә, мен сол балдардан сұрап жүрейін. Ағаларың мейірімді ме? Сендерге не істеп жүр? Жақсылық істеп жүр ма деп. Қалай сұрайын мен? Сен берсең, онда мен айтайын саған, не? Онда мен айтайын саған. Балалар, міне соңғы банка. Қоймаға апарып қоя беріңдер, қысташамыз. Ей, тоқта. Бәсе, жаздан ағып салат жемей қойды дейміз. Тығып жүрегесіз қой? Менің балаларым ащы салаттарды жемейді. Ащы салатты? Ой, бері көрек қой бұларға. Е, бізге варенье ұнайды. Варенье ойнайды? Ой, мыналарға өйшіп жүре берсе бұлар не болып кетеді, жінші? Арасында ащы салат беріп тұру керек. Иммунитетті көтереді ғой? Аға, иммунитетті ет жеп көтеріп жүрміз ғой. Ал салаттымыз жүрміз айнейді. Ой, жінші, алсаңшы, жинасаңызшы. Ой, бұлар әлі тікті түсінбейді ғой, не екен. Бұларға бері көрек, жегізі көрек. Сонда барлығы дұрыс болады. Ой, сендер жемесеңдер. Фу, енді жемейм. Бісім ба? Жемейм ба? Міне кино көріп жатам жүзі, жақсы. Мүмкін жаны ашып айтқан болар. Мен бірақ салат жақсы көрем. Қойшы Қанат, жейтін болсан салатты жапқан кезде жемейсің ба? Менің енем олай маған теспейді. Ол баланы үйлендіру керек сияқты. Енді түсіндім Сиконың неге үйленбей жүргенін жалғыз. Неге? Жан, сен ашулана бермеші, мен артымнан ерінген бір штук бауырым. Еркелігін көтерсеңші, жеңгесісің ғой. Қанат, мен адамдарды таңда барыласамын. Сен ол ыржаландағандардың артынан еріп жүре беретін. Енді не дейсің маған, түсінбедім? Келме сонда күнде үйге. Үйі жоқ па, кейі жоқ па? Енем емес, кене ол. Енді мынаған не дейсің енді? Аңсаған?
дұрыстап сыпырсай. Маған Жанат жеңге осылай сыпыра берседі. Жанат жеңгең білмейді, қалған қыз ғой, су сеуіп сыпыр. Екеуің болында сестіз. Сико аға, Ау, көмектесіңізші. неге? Аға қол ұсталып кетті. Тағалып кетті? Көмектесейін ба? А? Ей, көмектесейді. Қараңдар, мен сендер жастарында мынандайдың 10-ын көтергенмін. Бас бар, кет. Бол тез жүріңдер. Әл жүр ғана екеу. Бол тез көтер. Айтып атырмын ғой сыпыр деп дұрыстап ей. Сико, бұлар Ау. неге жұмсап жатсың? Жаса өзің. Чинче, үйренсін да енді. Жүре бере ма, тірлік істесін үйдің тірлігін. Бұл, тасы бол. Жақсы емес пе? Кезінде бізде осай жүрдік қой. Балалар қайта жұмыс жасайды, өзіне келеді. Қазір шүкір ғой. Қанат, қалай балалар қазіргі ауыр заттар көтермейді ғой? Істесін өзі Сиконың өзі. Дұрыс, Сиконікі. Істесін балдар, үйренсін. Сен осы кезде де Сиконы ақтап тұрсың ба? Жаным-ау, жақсы емес пе? Біз жоқта Сико балдардың қасында қалады. Жақсы аға бола алады. Басқа не керек саған? Қанат, сен сөз түсінбейді екенсің. Мен балаларымның киімдерін жинап, күніме алып кетемін. Сен қуасың ба? Үйде немесе мен қалам, немесе Сико қалады. Ой, Алла, сабыр берші маған. Төбелесіп кетсе не істейміз? Қорқамын мен олардан. Бірге бір шықса анашым алып қояды ғой. Бітпей кетті ғой ұстары. Бізде не алмай, қалай күнде құруға болады? Мені де шаршат дұрыстары, мен қаламайым. Олар ажырасып кетсе не болады? Шынымен, не істейміз енді? Білмеймін. Қайлы таң әкешім. Қайырлы таң, менің алтындарым. Таң атпай, кітап оқып отырсыздар ма? Жұмысқа етеніп жатырсыз ба? Әрине, асығыспын. Таңғы ас ішпедіңіз ғой. Ой, аш емеспін, тойып тұрым. Жұмыстан әбетте тамақ іше салармын. Анашым бүгін тұрмаған ба? Сізге тамақ салып беретін еді ғой. Оятпаңдар, ұйықтай берсін, шаршап жүр мамаларың. Онда біз салып береміз, тұратырмыз. Жоқ, әуре болып не істейсіңдер? Сол тамақты өздерің жеп алыңдар. Мен қыздарым тоқ жүруге. Ал мен жұмысқа кеттім. Жондарым, жақсы. Мамаларың оянып атса, әбетте дұрыстап тамақ істеп берсін сендерге. Жақсы ма? Жақсы. Сәлем супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Анашым тұрмаған ба? Ұйықтап жатыр. Таңғасы өзіміз жасаймыз. Басы ауырып тұрған сияқты. Чекен мен кеше алған матсаны араластырмайды шығармыз енді. Не жейміз енді? Екен татуластырай, басқа шанс жоқ. Қойш, тамақты ғана ойлап тұрсың ғой. Шын ниетпен татуластыру керек. Бір-бірінен кешірім сұрасын, болды, шешіледі. Жарайды, бұл жолға татуласты делік. Бірақ кейін осылай итпен мысық болып отырады ғой. Не дейсің енді маған? Өздері ғой осылай беретін. Ашуланба, отбасымыз маған ғана керек па? Міне, алмағаштан алыс болмайды деген, біз де ұрысып жатырмыз. Жанат жеңге. О, не бұл? Берш. Саған емес бұл, Омар. Жанат жеңге алдым, көңіл күйін көтеру үшін. Ол да үнемі бізді қуантып жүреді ғой. Қандай салаға келдің саған? Қанат ағаның атынан деп осыны береміз, сонда екеуі татуласады. Мен берейінші онда? Неге сен? Мен апарып беремін. Мен де беремін. Жоқ, мен апарып берем. Жоқ, мен. Мен. Балалар, не болды сендерге шулап? Әкешім мына сізге қалдырып кетті. Маған ба, неге әуре болды екен? Не ағып жүрсіңдер? Бұны қақын алыңыз? Отағасы берді, менің сыйлығым ол. Отағасы? Бұны біз гараждан тастап кеттік қой. Таксовойда жүріп кеше бір клиентті қақып кеткен. Отағасы бермесің сыйлық қып. Ағамды өлтіреді. Осы аған екеуі неге? Багажда қона салмайсыңдар? Аға, сіз де. Мен не істедім? Мәна сыйлықтан.
негізі бар ғой, осының кесір бәрі құтылу керек бұдан. Телевизордан ба? Я ескірді ғой. Ютубқа қосылады, алаяқтан мультик көреміз. Қумаш, қайда? Телевизор? Не енді? Сикоған айтам, құтылу керек, орыс кестің бәрін себепкері. Бізге зияны жоқ қой. Дұрыс айтасың сен. Анашым сикоға кетпесе, бізді алып түргінге етіп қалады. Отбасымызды бұзып отырған осы аға. Кетіңіз деп өзіне айта салақты жүр. Аяна, ол ешсоғы болмайды. Неге? Аға ренжіп қалады бізге. Ағада да көңіл бар ғой. Или жоқ па? Аға. Ана қойшы. Қайдағы жанна ағай? Айгерім қай. Қайдағы әйгерім аға? Аға. Әбеттайын қолыңыз жу, тамаққа отырыңыз. Әбет, қандай тамақ? Манты. Манты? Я. Қойшы, манты сек қойдың ба не? Я. Бұл, барам. Манты. Үй, қапты ғой. Ой. Аяғым. Әдемі, су бар ме дейді? Жыл су бар ме еді? Жоқ па? Тұз сал. Қыздар. Отырыңыз. Өй, сендер манты дегендерің қайда? Бұл студентский манты ғой? Студентский? Я? Джемпиде оқитын сияқты. Жарайды, отырыңдар. Ой, қыздар, жарайсыңдар. Жеңдер. Аян, не болды? Ашы. Ашы? Зато меніңкі тәтті. Папалар үйреткен жоқ па? Бірінші тамақ ішкен деп сімля деп айтатын да. Кешіңдер. Бітті бұға мені өзі жеткізген. Темірған дайын отырыңдар. Темірлан, наны үйреніп алсамшы. Қалымжа молданың заты отырасып қоятын еме. Жарайды, ол көре жүрсін. Так. Ла. Сен бананы бұзған? Жоқ, мен сұрым сау жатырмын. Бұл менің досым. Қарабек, ол күнде түнде төсегімнің астына жатады. Қарабек? Достығыңа қанша болды? Биыл годовщина. Жақсы екен. Қарабекке көлеге болмайды. Әйтпесе артыңыздан келіп, маңға жабысып алғанды ұнатады. Қойш, кәдімгі жабысып қаламын бүйтіп? Я? Кеп қалмасын, арттан келетін. Опасный. Так, мүмкін таныстырасың досыңмен? Жүріңіз, көрсетем, досым қайда екен. Жарайды. Қай жақта? Қай жақта? Үстіде. Үстіде? Я. Жүр кеттік. Қарабек. Төбеде ма? Аты кім дедің? Қарабек. Қарабек, 1 жыл болды дедің, күлуге болмайды дедің. Я. Жарайды, көрейікші бар, қазір қайда кетті. Мынаны кім іліп қойған? Мен емес. Ой, ашуланды. Ей, түр, ақымақ. Ей, бұндай пранктармен 5-ші класты көріп қойған, білесің ба? Ей, алмайсыңдар ма? Амина? Ой, шашыңды тарап жүрші. Одан кет, денең түз ұстай. Түз ұста денеңді. Одан кетсен артыңды шығар. Омар! Аяғын түз ұста, түсінің ба? Жақсы? Ей, суа келді. Жақсы? Тұр қызымдар. Бәрің тұр, бәрің. Маған қара. Ей, өңшің. Алмайсыңдар ма? Мені көрдіңдер ма? Үйде бір ер азамат керек. Әкелеріңе қанша айттым, шешелерің тыңдамайды. Мұнеға тартады. Өңшің. Рахмет айтыңдар тегін жүрмін мен. Алмайсыңдар ма? Мен сені оқуға түсіремін деп жүрмін.
Сенің құдалығыңа барам деп жүрмін. Саған түсінде той істеймін деп жүрмін. Ой, мен сені футболист қылам деп жүрмін. Сен үшеуіңді әнші қылам деп жүрмін. Ой, үшеуің. Бүйтіңдер қазір. Сен үшеуің ыдыс аяқ болып жуып тастаңдар. Сен үшеуің машина істейсіңдер, түсіңдер ма? Сен жерді аудар, түсіндің ғой? Сен сабағыңды оқы. Не болды ал енді, жүріңдер бөлмеге. Тез-тез болыңдар, тез-тез. Маған бір ой келді, тыңдандар. Сикоға тағы бірдеңе жасамай қояқшы, өзіміз таяқ жеп қалып жатырмыз. Ондай емес. Қысқасы бізге оны үйлендіру керек. Қумаш, кім теді оған? Вот соны табу керек. Сикоға үйленіп, өзі отбасылы болса ғана кетеді. Мен қыз болсам, вообще қалмет едім. Қойсай, әркімнің өз бақыты бар ғой. Қыздайын болса, біздайын ғой, бір әдемі қыз болмай тұр ғой, екеуін қосып жіберетін. Көрші? Көрші? Сәлеметсіздер ме қыздар? Мен сендердің жаңадан көшіп келген көршілеріңмін ғой. Үйде қоныс той болып жатыр еді. Ыдыс-аяқ бере тұра аласыңдар ма? Оның үстіне ата-аналарыңды да шақырдым. Қыз табылды! Көршіге жаңадан қыз келіпті. Өзі апай деймі? Үйге келіп тұр ма? Қоныс той беріп жатыр екен, ыдыс сұрап тұр. Апарып берсеңдерші енді. Жоқ, Сикоға қайда сол апарып беру керек? Бір көргеннен ғашық болып қалады деп ойлайсыңдар ма? Өмірде бәрі мүмкін. Сикоғаны тауып керек. Жүрін, Нұрмұхаммед. Фу, Не болды? Бір өзің қақырмайтын амыз сияқты. мен қайтабы есікті жауып іштен қақырам дыбыссыз. Ол сен, мен басқамын. Жайша жүрсіңдер ма? Жонып болсаңыз бір шығып тұр аға. Не шықты дейді? Шаруа. Шаруа? Иә. Не шаруа ол? Көршінің қызы ұзы сұрап келіп тұр, бер жіберіңізші. Қош, көршінің қызы ма? Так, жүріңдер кетіп көмектесіп жіберейік. Деп ойлап қалдыңдар ма? Барыңдар өздерің, көмектесіңдер, түсіңдер ма? Ыдыстар шкафта, бойым жетпей жатыр алуға. Ойым жетпей жатыр. Кешірші, мен кінәлі емеспін сен бойың кішкентай болғаны. Сен бит, мынаның үстіне шық, сонда жетесің, түсіңдер ма? Бро, жүр кеттік. Қайықта ыдыстарың, көрсетейін сендерге. Мынау сіз сұраған ыдыстар. О, рахмет. Кешке үйдің үлкені соғып кетсін, иә? Жарайды, айтамыз. Жақсы, рахмет. Не болып қалды? Өздерің бердіңдер ме ыдысты? Сикоға апармай қойды. Не істейміз енді? Бала емес қой Сико аға, өзімен өзі реттей алсын. Сонда үміт қалмады ма? Шехризат. Ағас көре бересіз ба? Мен де көрейінші. Гай, сен мультигіңді ютубтан да көре берші, көре аласың ғой. Қызық емес, телефоннан көрген. Құдай-ай. Шехризат. Әдемі? Қорқытып жүрдің ғой, келгенді білдіріп жүрсеш. Ұйықтап қалды ма? Қазір оянып кетеді шошсаң. Қысқасы менде план бар, бауырларың айтшы дайын отырсын. Қаз барам, баршы бар. Бетіңізде шыбын тұр екен. Өлді ма? Жоқ. Өлтірмейсің ба? Бар еға. Ұйқы бермей.
шыбының уақыты емес қой. Әдемі! Көрші! Сәлеметсіз бе? Сәлем, кімге келдіңдер? Сіз жаңа бізден ыдыс алып кеттіңіз ғой, көрші боламыз. Есіме түсті. Ыдыстар әлі бос емес, ертең апарып берем. Біз ол үшін келмедік. Қоныс тойға деп үйдегі үлкен ағамыз беріп жіберді. Жарайды, сендер де келіңдер. Сыйлыққа рахмет айта салыңдар. Тамақтан соң еще жинасып қайтамын деді. Сендер де шай ішіп қайтыңдар. Көріскенше. Ұсақ адамдар екен. Ой, қаға барамыз? Қойыңдаршы. Ей, қойсаңдаршы, қаға барасыңдар. Ой. Ой, не болды, айтыңдаршы. Бір қызық жерге барамыз аға. Қызық жер? Бірінші басыңызды жуасыз, содан соң киіміңізді ауыстырасыз. Мақал, істейін. Бірақ қандай жер ол? Үйде жата бер жалғам деп өзіңіз айтып едіңіз ғой. Иә. Міне, енді сізді демалсын деп қыдыруға жіберіп жатырмыз. Ой, қойыңдаршы, менде ақша жоқ. Енді жігіттер тапсырып қойым документті. Айлық алайын сендерге бір мороженое берем. Жарай ма? Бұл басыңдар. Аға, ақша керек емес. Ақша керек емес? Ой, шул қандай киелі жер болды. Так, басыңды жуасың, киімді ауыстырасың дедің, е? Болды. Жарайды, онда былай қыламыз, жігіттер. Мә, сен стан ана, ерге отыр. Сен ерге тұр, бүйтіп тұрасың, отма, бүйтіп тұрасың. Кенжебек сияқты. Түсінің ғой, сен ерге отыр, Мейрамбек сияқты. Отыр да, жайлаулы кештер деп айтыңдар да, түсіндір ма? Мен қазір келемін. Осы үй ма? Иә. Үш жерде тұратындар, кел. Сәл бері жақындап тұр. Зай! Қайзай! Тегін пұлы өш жерде беріп жатыр ма? Немене? Әзілдеп жатыр, ағамызбен келеміз деп едік қой, күндіз есіңізде ма? Иә. Бірақ бұл деп ойламадым ғой. Немене? Менің қай жерім жома? Үйден күшті иісіп жатыр ғой. Ой, кіріңіздер. Кіріңдер бала. Бұл деп ойламадым. Тура ма? Әкешім келдіңіз бе? Келдім, қызым. Дастархан дайындап жатырмысың? Анашым сізді жұмыстан шаршап келе жатыр деп тамақ жасап қойған. Ал мен дастархан жайып жатырмын. Керемет иіс шығып жатыр ғой. Мамаң жасады ма точно? Конечно. Күні бойы әседе жүргендіктен ұйықтап қалды. Түсінікті. Пап, Қызым. ұрса бермеңіздерші. Жарайды, қызым. Мен қазір келем, тамағыңды дайындай бер. Жақсы. Анашым.
Анашым, әлі ұйықтап жатырсыз ба? Кеш болды ма? Көзім ілініп кеткен ғой. Кешкі тамаққа нешесіңдер, балалар? Тамақ бар, папа істеп қойды. Папаларың жұмыста емес пе? Бүгін сұраным ерте келіп қалды. Тамақ бар, папа істеп қойды. Тек сізді шайға шақыруға жібердім. Мә, олай болса қолымызды жуып кешкі асқа түсейік, балалар. Ол да әкеміздің атынан анаңды да сүйіп қойыңдар деді. Жаным ауырып қалғанбысың? Жоқ, жаным, бүгін ұйықтап қалғанмын. Жан, кешірші мені. Кеше тым артық кетіп қалдым. Мені де кешірші, жаным. Сико келе берсін үйге. Бірақ барлығы өз орнымен болсын. Сико жоқ қой бүгін. Соны пайдаланып екеуміз оңаша, жастық шаққа еске алып. Есіңде ме бір? Бойдақ кезімізде осылай отырушы едік қой. Рахмет мені қолдағаныңа. Ұрыспайықшы енді, жан. Үйдің де, балалардың да мазасы кетті. Бақытты өмір сүрейік. Рахмет мені қолдағаныңа. Туған күнімен, жаным. Рахмет, жан. Татуасты деп ойлайсыңдар ма? Қаншама нәрсе жасадық, бір пайдасын тигізетін шығар. Тамақты кім жасады? Заказ бердік. Қазір шындықты біліп қойса қайтадан хайвай болмай ма? Адамды қорқыта берме, жолай болмайды. Жақсы нәрсе тілейік. Балалар? Татуасқан сияқты. Барғанда білеміз. Кеттік. О, келдіңдер ма? Қалай болды? Сикоға қайда? Сикоға пысық, көмектесем де қалып қойды. Қалай болды? Бәрін айтып беріңдерші. Екеуі қосылмай қалама деп құрыттық. Бірақ бәрі күшті болып кетті. Екеуі тіл табысты. Сикоға қызды ұнатып қалған сияқты жанынан шықпай қойды, көмектесем деп. Ес, план орындалды. Әпке! 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 Жаным, бауырым, Сикобайы. Сен келгенге қуанып қалады деп ойладың ба? Не қылып жүрсің? Не болды соншама? Басын тәп-тәуір бастап, соңын не қылып жібердің? Асаспын. Өзім де бір жаққа кетейін деп тұрмын. Жырып-жырып етіп келе бермеші үйге. Енді әпкеміз бар деп келеміз да, жақсы көреміз. Одан кейін айтатын жаңалығым бар. Не жаңалық? Білем ғой мен сенің жаңалықтарыңды. Ой, енді кірейін да айтайын, не тұра беремін мені табалдырып та. Жүр тез-тез. Мамам айтып беремін өйте берсең. Шабылсын. Тез жүр. Не жаңалық? Астырып тоздырған ше. На жақа ма? Өсекке бір табан жақын екенімді біліп, әйтеуір дереу жетіп келесіңдер үйіме. Отыр, кел. Кездем екеуім не істедің? Не қыласың? Отыр тез-тез. Романтик, Романтик жездеңдей болып ал бірінші. Тойылбай мықты негіз. Жаңалық болғанда, енді інің ерішетті, өзінің арбасын сүйреп, біліп тұрсың ғой енді, ары қарай жүріп. Үй алдың ба? Ой, тыңдасайшы, үй барға ол да білесің ғой. Айта бер. Ерішеттім, өз арбамды өзім сүйреп, үйленейін деп жатырмын. Мама. Иә? Ей? Бауырым? Жаным, бауырым! Ой, жаным! Әлі, жігіт болса менің інімдей-ақ болсын. Айта ғой, қай жылға? Жылы өзімен жасты, өте жақсы қыз. Өте керемет. Айт, бауырым, қызметтеміз. Бір өтінішпен келіп отырмын. Болды, бауырым? Бір мен әпшем алтын ғой, күнім ғой. Бір кішігірім қалың мал ақша жетпей тұрған еді. Уша. Жездең екеуміз қызметтеміз. Болды. Болды. Бір енді өзімде жинағаным бар. Ей, міні, бос жүрген жоқ. Вот, бір 10 мың теңге жинақ қойдым. Қалғанын енді әпшем көмектесіп деп отырмын. Точно жинадың ба? Иә. Оңай емес қой, ананы тарттым, мынаны тарттым. Жақсы. Жалғыз бауырым үйленіп жатқан кезде. Иә. Неменеге бермеймін? Жездең бүгін зарплат алып, бәрі сенікі. Иә. Бауырым, сен үйленсең болды. Жездемнің бір анау тойда киген костюм шалбары ма? Болды. Түсініп тұр. Костюм, шалбар, түпілей, майка, көйлек, бәрі сенікі. Майка керек емес. Білем, майканы кимеймін.
өзі кие берсін. Білем о неге киетінін. Жақсы, жарайды, болды. Қай жылы соны айтшы. Ой. Түрін көрсетші, өзің Ой, көріп. өте Кәт шайда бармыз ба Иә, өзің? барсың. Не ғой, сен тамақ бар ғой, тамақ. Тамақ бар? Бар. Болып жарайды, тамақшылайын. Кеттім мен. Ақша қашанға дайындау керек? Ертең. Болды, Айгүл, мен телефоным қайда екен? Мәссаған. Омарды қарашы, бір құдашамен билеп жүр. Шынымен той күшті өтіпті. Иә, Керемет той, керемет болып жатыр. Сүйкі ағаларың мен сәпөш апаларының тойлары күшті да. Сендердің де сондай тойларын жасап берем бұйырса. Ертең үлкен боласыңдар. Анашым қайда? Ешін келмейді? Анашың ас үйде тамақ жасап жатыр. Қазір бәріміз барып, ас үйден тамақ ішетін боламыз, той көріп барасың. Уф, кімді айтсын сол келеді демекші? Сикоға келіп қалмасыншы? Заборды алып бара жатыр, балдар барып қарап келіңдерші. Жанна, шайыңды әзірлей бер. Еркек айның келген секілді. Сюрприз! Балла, біз бауырымыз ғой. Мен де сыйдырдың. Жеңгелеріңді сыйдырайық, Сен кесірің ауыз. Балалар, сендерге тортақ келді. Бос кірші. Ой, мына, молодец, стаңдар, аха. Нау саған. Сәлем супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше.